Hi everyone, welcome back. Today we are going to take modal verbs can and may. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз can және may деген модальды етістіктерін өтетін боламыз. Can деген модальды етістігі бір нәрсені істей алатын кезімізде істей алмаймын деген жағдайда біз қолданамыз. Ал may деген рұқсат сұраған кезде көбінесе сұраулы сөйлемдерде көп кездеседі бұл. Енді қай кезде қолданамыз, қалай қолданамыз, соған тоқталып кетейік. Can деген модальды етістігі орысша айтқанда могу, мочь, да, он может, ол істей алады, мен істей аламын деген сияқты жағдайда қолданады. Мысалы, мен жүзе аламын. I can swim. Ол жүзе алады. He can swim. Олар жүзе алады. They can swim. Енді байқап отырған шығарсыздар, біз мына жерде he деген ол деген үшінші жақтағы сөзді қолданған кезде біз деген can-ға s жалғаған жоқпыз, иә? Осыған дейін сабақтарда мен айтып өткен болатынмын, he, she, it, яғни ол, ұл, қыз, он, ана, ано деген, иә, орысша айтқанда. Осы үшінші жақтағы сөздермен біз етістіктерге s жалғайтын едік соңына, иә? Мысалы, ол жүзеді, he swims деп айтатын едік. Бірақ модальды етістік болғасын біз мына жерде ешқандай да жалғаулар жалғамаймыз соңына. Бұл ағылшын тілінің ережесі. Және can-нен кейін тұрған сөздің мына етістіктің, can мен тұрған етістіктің ортасына да ешқандай предлогтар қойылмайды. Мысалы, he can to swim деп айтпаймыз, иә? Ең дұрыс ережесі, ең дұрыс құрылатын сөйлем ол he can swim. Тағы да бір қайталап өтейік, иә? Мен жүзе аламын. I can swim. Сен жүзе аласың. You can swim. Ол жүзе алады. He can swim. Ол қыз, иә? Ана жүзе алады. She can swim. Біз жүзе аламыз. We can swim. Олар жүзе алады. They can swim. Ол жүзе алады, яғни жануар туралы айтатын болсақ, it can swim. Окей? Енді келесі бұл болымды сөйлем болды. Енді болымсыз сөйлемге тоқталатын болсақ, тағы мына жерде айта кететін нәрсе, болымсыздық мән беретін бізде қандай сөз бар еді? Я, ол not, иә? Can-ға біз not деген сөзді қосып болымсыздық мән шығарамыз, иә? Значит, ол cannot, can't деп оқылады. Яғни бұл сөздің оқылуының екі нұсқасы бар. Британдық ағылшын тілінде ол can't деп оқылады, американдық нұсқасы can't деп оқылады. Яғни ол а деген жуан дыбыспен оқылса, бірінші, екінші деп оқылады, бірақ екеуі де дұрыс оқылудың қатарына жатады. Енді мен жүзе алмаймын. I cannot swim. I can't swim. Сен жүзе алмайсың. You can't swim. Ол жүзе алмайды. He can't swim. Ол қыз жүзе алмайды. She can't swim. Біз жүзе алмаймыз. We can't swim. Олар жүзе алмайды. They can't swim. Ол, яғни жануар, ол жүзе алмайды. It can't swim. Окей? Енді сұраулы сөйлем қалай шығарамыз? Сен жүзе аласың ба? Can you swim? Бұл жерде модальды етістік can деген бірінші орынға шығып кетеді. Сосын оның қасында бастауыш тұрады, яғни зат есім, сосын қалған етістіктер кете береді. Can you swim? Ол жүзе алады ма? Can he swim? Ол қыз жүзе алады ма? Can she swim? Біз жүзе аламыз ба? Can we swim? Олар жүзе алады ма? Can they swim? Ол жануар жүзе алады ма? Can it swim? Енді бір сұрақты алайық, жауабын жазып көрейік. Бұл енді бұның жауабы қысқа ғана болады, иә? Мысалы, can you swim? Сен жүзе аласың ба? Иә, мен жүзе аламын. Yes, I can. Жоқ, мен жүзе алмаймын. No, I can't. Окей? Енді біз бір сөйлемде тек қысқа сөйлем емес, мен ол сөйлемді мысалы толығырақ айта аламын, иә? Мен жүзе алмаймын, бірақ мен жүгіре аламын деп айта аламын, иә? Ол кезде сөйлемнің бірінші бөлігі, яғни болымсыз болса, мен жүзе алмаймын. But, бірақ деген сөз тұрса ортасында, екінші бөлігі оның болымды болу керек. Мысалы,
I can't swim, but I can run. He can't swim, but he can run. Ал егер мен жүзе алмаймын және жүгіре алмаймын деп айтқымыз келсе, екі жағы да бірдей болса, онда ортасына and, яғни және деген сөзді қосамыз. Мысалы, I can't swim and can't run. Енді екі жаққа да can't қоймай, мысалы, I can't swim and run деп айтуға болады. Енді мен сіздерге түсінікті болу үшін ашығырақ айттым, немесе I can swim and I can run. Толық ашып айтуға да болады. Көріп тұрғаныңыздай бірінші бөлігі оның болымды болды. I can swim, мен жүзе аламын. And және I can run, және мен жүгіре аламын. Окей? Және келесі may деген жаңағы модальді етістікке тоқталатын болсақ, ол мүмкін деген аудармасы бар, яғни может деп орысша аударамыз. Мысалы, маған кіруге болады ма, яғни маған кіруге рұқсат па деген сөйлем. Могу я войти? May I come in? Көбінесе біз оқушыларына сабаққа кешігіп қалған кезде солай сұрайды ғой, may I come in? Немесе may I go out? Маған шығуға рұқсат па, яғни могу я выйти деген сөзге, яғни шығып келуге болады ма деген сияқты. Енді бұл жерде мен шығып келе аламын ба деп аударған менде қазақшада шығып келе аламын can деген модальді етістікке ұқсас қылып аударғанмен, бірақ біз рұқсат сұрап тұрғандықтан біз may деген модальді етістікті қолданамыз. Себебі may ол сол рұқсат сұрау кезінде қолданады. Тағы да бір қайталап өтейік. Мен маған кіруге болады ма, яғни маған кіруге рұқсат па? May I come in? Жауабын қалай айтамыз? Сен кіре аласың. Yes, you may. No, you may not. Келесі. May I go out? Маған шығуға рұқсат па? Могу я выйти деген сөз. Yes, you may. Сен шыға аласың. Саған рұқсат. No, you may not. Окей? Және де осы may деген модальдік етістікті сұрау сөйлемінен қатар болымды сөйлемде де қолданамыз. Мысалы, саған бара беруге болады, яғни саған бара беруге рұқсат. You may go. Бара бер деген сөз ғой. Біз солай айтамыз. Ты можешь идти. Орысша айтқан кезде. You may go. Немесе you may drink. Саған ішуге рұқсат суды. Немесе сүтті. You may watch TV. Саған телевизор қарауға рұқсат деген сияқты. Болымсыздық мәнде де ол қолданылады, бірақ біз оны өте сирек айтамыз. Мысалы, мына сөйлемді аударатын болсақ, сен кітапханада саған қатты сөйлеуге рұқсат жоқ. You may not speak loudly in the library. You may not speak loudly in the library. Алайда бұл жерде бұл енді жаңағы болмайды, рұқсат етілмейді, яғни орысша айтқанда запрет ретінде айтылып тұр ғой. Біз ол кезде көбінесе мына сөйлескен кезде, осындай сөйлемдер айтқан кезде may not деп айтпаймыз. Оның орнына біз can't деген сөзді көп қолданамыз. Яғни сен көп жаңағы даусыңды көтеріп сөйлесе алмайсың деген сияқты. Бірақ енді ол болымсыздық may деген болымсыз сөйлемде де қолданылады, бірақ өте сирек. Көбінесе осы сұраулы сөйлемдерде ғой. Енді рұқсат сұрағанда біз көбінесе сұраулы сөйлемінен сұраймыз. Мен шыға аламын ба? Маған су ішуге болады ма? Деген сияқты рұқсат сөйлемдерде біз осы may-ді қолданамыз. Енді мына модальді етістіктер сізге түсінікті болды деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса комментарийге жаза кетіңіздер. Және қандай тақырыпта видеолар күтесіздер, соны да айтсаңыздар өте жақсы болар еді. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Лайк басып, маған тіркеліп кетіңіздер. Goodbye, see you soon.